Біз туған елге тағзым жобасы аясында Бұқар жырау даналығындағы демократиялық өркениет және оның болашағы атты тақырыпта зерттеу жұмысын жүргіздік. Зерттеу жұмысымызда Бұқар жырау даналығындағы халық мүддесі арқылы танылатын қазақи демократиялық өркениеттің моделін негіздеп, оның тарихи сабақтастығын зерделеу мақсат етілді. Жұмысымызға өзек болған өзіміздің жерлесіміз Бұқар бабамыздың толғауларындағы халық пен биліктің арасындағы демократиялық өркениет мұраларын зерделеу, оның даму үрдістерін жан-жақты зерттеу негізінде бүгінгі дамуымыздың бағыт-бағдарын айқындау. Бұқар баба халқының, елінің тағдырына қабырғасы қайысып, парасатты ой түйген жырау. Ол аласапыран заманда елімізге қауіп төнген кезеңдерде өзінің даналығымен, халық тағдырымен ортақтасқан хан Абылайдың кеңесшісі, жақтаушысы және де ақылгөйі болған. Ол бұқара халық пен хан арасындағы алтын көпір болған кемеңгер. Міне бүгін біз Қарағанды қаласындағы Бұқар жырау даңғылының қақ ортасында орналасқан Бұқар жырау ескерткішінің қасында тұрмыз. Абылай ханның асында Бұқар екең жырлайды. Жырлағанда не дейді? Соғыспа деп жырлайды. Зарын қосып жырлайды. Соғыспа деп жырлайды. Бұқар деген кәріңіз. Соғыстан кетер сәніңіз. Жауластық жолды сүймеңіз. Зерттеу барысында біз бүгін академик Евней Арыстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды университеті философия және мәдениет теориясы кафедрасының қауымдастырған профессоры, философия ғылымдарының кандидаты Сағадова Әсем Серікқызына келіп отырмыз. Құрметті Әсем Серікқызы, біз Бұқар жырау толғауларынан демократиялық өркениеттің моделін жасау барысында оның толғауларын зерттедік. Одан Бұқар толғауларындағы халық мүддесін, түрлі шиеленісті мәселелеріне оның көзқарасын қарастырдық. Осы арада біраз сұрақтар пайда болады. Бірінші сұрақ ол жалпы Бұқар тұсында, қазақ хандығы тұсында, Абылай тұсында демократия болды ма? Қош келдіңіздер. Енді ең басты мәселе, алған тақырыптарыңыз өте шынымен мықты, жан-жақты, мазмұны терең. Себебі Бұқар жырау тарихтағы рөлі бірінші кезекте ол Абылай ханның кеңесшісі ретіндегі рөлі, екіншіден жалпы халықтың мүддесін көрсете білу және өз толғау жолдарында сол қазақ мемлекетінің дербестігін, өзіндік даралығын сақтап қалудағы рөлі тарихта өте зор. Осы былтырлары ұлы дала рухын асқақтатқан өршіл намыс деген тақырыппен осы Бұқар жырау Қалқаманұлының осындай өмірдегі жалпы қазақ тарихындегі рөлін сипаттайтын ғылыми зерттеу жұмысын шығарған болатынбыз. Сол кезде ол кісінің қоғам, жалпы халық, жалпы сол кезде білесіздер, саяси жағдай өте қиянкесті жағдай. Сол дүниелердің барлығында бастаушы ретінде жауынгерлерге рух берген өзінің өлең жолдарымен Бұқар жыраудың рөлі осыдан-ақ керемет дәріптелгендігін көруге болады. Әрине демократия болған. Неліктен? Себебі кеңесші бола тұра Абылай ханның қасында жүріп, оның қызметіне, оның сол кезеңдегі сыртқы саясаты, ішкі саясатқа қатысты мәселелерінде сын көзбен қарап, нық анықтамасын беріп отыру, ол екінің бірінің қолынан келе бермейтін жағдай болған. Сондықтан сол дүниелердің, өзіңіз айтып отырсыз, толғауларын зерттеді, қарастырдық деп, өзіңіз көрдіңіз ғой, әлгі бет жүзіңіз бар демей болған жағдайды сыни көз қарастырғысынан Абылай ханға барлығын жайып салып отыру деген, ол біріншіден өте керемет ерліктің нышаны, екінің бірінің қолынан келе бермейді. Және сол дүниені әлгі бетің бар, жүзің бар демей ашық айтқанның өзінде мәдени тілмен, әдеби, мәдени көркем әлгі жанға барып, ақылға қонымды
санаға негізделетіндей өте әдемі өлең жолдарымен жеткізе білу, ол сол кездегі демократиялық қоғамның ең керемет үлгісі ретінде тануға болады. Сосын әрине бұл бұқар жырау проблемасына қатысты философиялық көзқарастарына, дүниетанымына бұл кезде білесіздер, ол кісінің алдыңғы буын өкілдері, ұрпақтар сабақтастығы дейміз бізде қазақ дәстүрінде, шешендік өнер, шешендік сөз, сөздің қадірін түсінген, әдетте айтады ғой, сөздің қуаты мен құдіреті деген түсінік бар ғой. Сондықтан да сол демократиялық қоғамда сөздің қуатын, құдіретін дәріптеу, ол деген керемет дүние. Сондықтан да ол қоғамға сай демократияның болуын мен қолдаймын, болған деп бәріміз жақсы түсінеміз. Рахмет. Иә, қазақ қоғамындағы демократияның болғанын биліктің принциптерінен танимыз. Біріншіден, билік ол қамқорлық, әділдік, парасаттылық, көрегендік дегенді білдіреді. Екінші жағынан, билік ол ақыл кеңес беру, билік айту, билік құру, ортақ шешімге келу. Сот билігі қазылардың билердің алдындағы кеңес түрінде болды. Ол дербестену мен даралану болмысының көрінісі болып табылады. Зерттеу барысында біз академик Евгений Арыстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды университеті, филология факультеті, қазақ әдебиеті кафедрасының меңгерушісі, филология ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор Саржан Уахитұлы Тәкеровпен кездесіп отырмыз. Құрметті Саржан Уахитұлы, біздің осы арада қоятын бірінші сұрағымыз, бұқар заманында, бұқар кезеңінде қазақ даласында демократия болды ма? Жалпы енді демократия деген үлкен ұғым ғой. Демократия болды ма, болмады ма деген мәселе келетін болсақ, жалпы көшпенділер өркениеті демократиядан тұрады. Баяғы ата-баба заңдарын қалап отырсақ, хан талапай деген бар мысалға. Яғни өздеріне ұнамаған хандарды елде рулар, басқалары бас қосып келеді, ұнамаған хандарды ордасында талапай дегенде малдың бәрін бөліп өтті, ханның ордасын жалғыз қалдырып отырады. Яғни бұл демократиялық үрдістің бір көрінісі деп айтамыз ба? Сонымен қатар Мұхтар Мағауин шығармаларын қарап отырсақ, Мағауин бір затты айтады, мынау бізде монархия болған жоқ. Біздің жалпы анау мыңдаған жыл сақ, скиф, түркі дәуірінің бері келе жатсақ, мына Европада абсолюттік монархия билік құрды, яғни әкенің орнына баласы таққа келіп отыратын болса, бізде керісінше ағаның орнына інісі келіп отырды. Ол билікке келген адам, оны бүкіл ақ кигізге көтеріп хан көтергенде, ол соған лайықты елді басқаратын, елді жұмылдыра алатын, елді үлкен істерге бастай алатын адам болу керек болатын. Ол ханның інісі болуы мүмкін. Кейбір жайда ғана ханның бір баласы басқа батырлардан, басқа сұлтандардан биік тұрған жағдайда әкесінің орнына билік құралған. Ал енді бұқар заманында демократия болды дейтін болсақ, жаңағы демократияның бұл үлкен көрінісі анау Жиенбет жыраудың Есім ханға айтқан, Есім хан, есім сені есірткен есіл де менің кеңесім дейді. Не болмаса Марғасқанның Тұрсын ханға айтқан, қатағанның хан тұрсын, сені ан тұрсын, еңсеге бөлі елесім есіңе келіп тұр, алғалы тұр, басыңды шашқалы тұр ханыңды дейді. Бұл сол хандарға ақыл кеңес айтып жүрген жыраулардың ақыл кеңесін тыңдамаған, ел басқарып отырған хандарға айтқан өлеңдері, және осы кезеңде Европада абсолюттік монархия күшейіп тұрған кезеңде оған қарапайым ақын түгілі жанындағы кеңесшілері сондай бір қатты пікір айтса, олардың бастары шабылып, немесе Бастилия түрмесінен бірақ шығып отырған. Ал бізде ондай айтқан адамдардың еш уақытта басын шауып тілін кесу деген болған жоқ. Анау Бұхар бабамыздың Абылайға айтқан, Абылай, Тұрымтайда ол едің үйсін төлеу, үйлердің түйесін баққан қыл едің дейді. Абылай не Бұхар жауды шауып тастап па, не болмаса орнын алып тастап, бір жерге қамап тастап па? Жоқ, Бұхар жау сол қалпында ол кісінің кеңесшісі болып қала берді. Яғни бұл үлкен демократиялық үрдістің бір көрінісі. Не болмаса 19 ғасырда кейінгі Бұхардағы Махамбеттің хан Жәңгірге айтқан, хан емессің қасқырсың, қасалбасты басқырсың, достарын кеп тауып алып, дұшпаның сені басқырсын. Не, одан кейін дәл осы өлең үшін Жәңгір хан Махамбеттің басын алған жоқ. Қарап отырсақ, тарихта Жәңгір
басқа себептермен кіммен Исатайдың көтерілісі, Майсам Махамбеттің көтерілісі ол басқа бір себептермен болды. Ал бірақ жаңағыны хан Жаңғыр тыңдай алды. Яғни Бұхардан заманнан бұрын да, Бұхардан кейін де бұл демократиялық үрдістер біздің көшпенділер өркениетінде көрініс беріп отырды. Яғни бұл үрдістің үзілуі біздің қоғамға тоталитарлық системаның келуімен біз толық ең соңғы біздің көшпенділер ордасын көтерілісі ол Кенесары ханмен байланыстырамыз. Кенесары жеңілгеннен кейін біз толықтай Орыс империясының қарамағына кеттік, яғни отаршылдық қамыты мойнымызға кидік. Осы кезеңде ақырындап бұл дәстүрден біз бас тарталық. Өйткені патшалық Ресей ол абсолюттік биліктің үлгісін көрсетіп отырған үлкен империялық ел болатын. Ал оларға демократияның бұндай үлгісі қажет емес еді. Ал 20 ғасырға келетін болсақ, Кеңес одағы тіпті социалистік идеология бұл ана тоталитарлық системадан өзінің қарамағындағы халықты, ұлтты, басқа да бағынышты адамдарды толық бақылауда ұстау. Тоталитарлық система демократиялық үрдістерге мүмкіндік берген жоқ. Бұқар жырау Абылайды жастайынан таныды. Оның билікке келу кезеңдерін толғауларында жыр етті. Сен 25-ке келген соң, бақ қонды да басыңа, алтын тақтың үстіне ақсың қардай түледің. Дәулет бітіп басыңа, қызыр келді қасыңа, бейішке нақ түнедің. Алыстан тоят тіледің, қылышыңды тасқа біледің. Алмасаң жауыңды қоймадың, алсаң да әсте тоймадың, ырыздықты елден ойладың. Шынымен де Бұқар жырау ол Абылайға жақсы халқына пайдалы нәрсе жасағанда оны мақтайды. Ал егер белгілі бір олқылықтары немесе қателері болса, онда сыни көзбен қарайды. Мысалы, оның ашуланба Абылай, ашулансаң Абылай, көтерермін, көнермін, көтеріп қазға салармын деген сөз бар. Яғни бұл Абылайдың билер алдында белгілі бір жауапкершілігі бар адам екенін көрсетіп отыр. Ал екінші сұрағымыз, Бұқар жырау толғауларындағы идеялар қазіргі таңда қандай көрініс тапты деп ойлайсыз? Бұл жерде ең басты мәселе ол қазақтың мемлекеттілігі мәселесі. Қазір біз көтеріп жатқан ұлттық идея мәселесі сол кезде ол кісінің шығармашылығында өте терең бойлап орын алған деп ойлаймын. Өйткені ол кезде білесіздер, жоңғар шапқыншылығы, саяси мәселе, қазақтың мемлекеттілігі туралы проблема тарих сахнасында өзің жауабын күтпейтін мәселелердің бірі болды. Сондықтан да әрине сол қоғамдағы Бұқар жыраудың философиялық көзқарастарының негізі сол кезең тұрғысында үлкен мәселелерді көтерді деп ойлаймын. Сол кісілердің көтерген проблемасының негізінде біз қазір ұланғайыр территорияны, Қазақстан өлкесін территориямыз сақтап қалу, ұрпақтан ұрпаққа сол территорияны қанаттыға шоқтырмай, ешкімге шекараны беріспей аман есен алып қалудың өзі ол деген ұлы тұлғалардың еңбегі. Сондықтан да Бұқар жырау шығармашылығындағы көтерілген мәселелердің барлығы ол бірінші кезекте біздің халқымыздың, еліміздің мемлекеттілігі мәселесін нық негіздеу сипаттау. Оның ішінде ең басты мәселе халықтың ынтымақтастығы, бірлігі, бейбітшілік өмірге деген ұмтылысы, осының барлығы қазіргі біздің қоғамда көтеріліп жатқан проблемалар. Сондықтан да ойлаймын өте рөлі зор, тереңнен жатқан толғаулардың негізі деп. Әрі қуаныш тудырып отыр. Сіздей жасөспірім балалар осындай проблемаларды тереңнен саралап, қарастырып, қызығушылық тудырып, қазіргі қоғам мәселесі тұрғысынан жаңа тың көзқарастар негізінде салыстырмалы анализ жүргізіп, талдау жұмыстарын жүргізіп жатқан ол өте әрине қуантарлық жағдай.
Қазір біз тура мектебімізге көршілес тұрған достық үйінің жанында тұрмыз. Зерттеу барысында айтыскер ақын филология ғылымдарының кандидаты, рухани жаңғыру өңірлік жобалық кеңсесінің төрағасы Жұмағұлов Айтбай Бұтбайұлының сұхбат алғалы тұрмыз. Құрметті Айтбай Бұтбайұлы, жалпы Бұқар жырау тұлғаларын оқығанда мынандай бір сұрақ пайда болады. Қазақ хандығында Бұқар кезеңінде Абылай тұсында демократия деген ұғым болды ма? Демократия деген өзі өткен жолы да айтып жатырмыз, ол еркіндік, азаттық, бостандық, жаңағы жаймашуақ деген мағынаның, бостандық деген мағынаны білдіреді ғой демократия деген. Ол қазақтың өз болмысы. Қазақта сөз бас кеспек болса да тіл кеспек жоқ деген. Ханның алдында да, ханнан қараға дейін әрбір адам өзінің датын айта алатын сондай мүмкіндіктері болған. Өйткені ол біздің қанымызбен, болмысымызға біткен қасиет. Сондықтан сөз қадірін, өз қадірін деп білген, жаңағы бір ауыз сөзге тоқтаған, бір ауыз сөзбен елдің тағдыры шешілетін болған. Өйткені сөз құдіреті, сөз қасиеті әрқашанда қазақтың басты ұстанымы болған. Сондықтан да біздің тақтағы хандар, ел басқарған елдің алдындағы би-шешендердің барлығы аталы сөзге тоқтаған, өйткені аталы сөзге арсыз ғана тоқтамайды деген қағиданы ұстанған. Сондықтан қазақ даласында демократия, ол терминологиялық тілмен айтқанда демократия атақ, жалпы айтқан кезде ол сөз бостандығы, ар, ұят, намыс деген қағидалардың негізіне сияды. Сондықтан әр қазақ өзінің ойын, пікірін ханның алдында да, бидің алдында да, Қарашанның алдында да еркін жеткізуге әрқашан олардың құзыры болған. Иә, қазақ қоғамындағы демократияның болғанын биліктің принциптерінен көре аламыз. Біріншіден, билік ол қамқорлық, әділдік, көрегендік, парасаттылық деген мағына береді. Екінші жағынан, билік ол ақыл кеңес беру, билік айту, билік құру, ортақ шешімге, ортақ пәтуаға келу. Сот билігі ол қазылардың билердің алдындағы кеңес түрінде болды. Ол дербестену мен даралану болмысының көрінісі болып табылады. Бұқар жырау даналығында көрініс тапқан демократиялық өркениеттің болашағы қандай болмақ? Жалпы демократия деген ол тарихта қатып қалған термин болып табылмайды. Адамзат тарихында демократия ұғымы талай рет өзгеріске ұшыраған болатын. Алайда демократияның негізі демос кратос, халық билігі деген қала берді. Міне бүгіннің өзінде де біз саяси модернизацияны байқап тұрмыз. Саяси модернизация ол халықтың экономикалық, психологиялық, әлеуметтік, саяси қатынастары өзгерісінің кешенді даму процесі болып табылады. Біздің елімізде саяси модернизацияның жаңа кезеңі басталды.